Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біздің екінші сабағымыз математика сабағы. Математика сабағынан сіздерге бақылау жұмысын бүгінше дайындап отырмын. Бақылау жұмысы небәрі 4 есептен тұрады. Барлығы қайталау есептері. Ол үшін менің мына экранымдағы есептерге назар аударайық. Бірінші есепте мен сіздерге 4 қосу азайту амалдарына байланысты есеп бердім. Біздің кешегі өтіп отқан бағандап қосу, бағандап азайту. Осы есепті баған бойынша есепте деп тұр, содан кейін бар тексер деп тұр. Яғни мына жерде тек 4-еуін ғана шығарып қоя салмаймыз, сонымен қатар тексеруімізбен қосқанда 8 есеп шығуы керек. Екінші есеп заңдылығын анықтап, оларды ары қарай жалғастыруымыз керек. Мына жерде 3 нүктемен үтір арқылы 3 белгісіз сан беріліп тұр, соны біздер ары қарай өзіміз жалғастырып тауып, ары қарай екеуін орындаймыз. Бұл екінші есеп. Үшінші есепте әріпті өрнек берілген. Екі амалдан құралған әріпті өрнек, мінекей қосу және азайту. Бірінші жақшаның ішін шығарып аламыз әрине, содан кейін жақшаның сыртын шығарамыз. Бұл жерде сарымен берілген А сандарын кезекпе-кезек қоямыз, Б-ға қызылмен берілген сандарды кезекке-кезек қоямыз. Мысалы, 425 қосу 315 азайту 118. Мінекей бірінші өрнек, соның мәнін тауып аламыз. Екінші өрнекке қайтадан А-ның орнына 128, Б-ның орнына 245 қоямыз. Үшінші өрнекке А-ның орнына 119, Б-ның орнына 123 сандарын қою арқылы мына есептің мәнін тауып шығарып қоямыз. Содан кейін төртінші есеп. Бұл есепте кешегі біздің Zoom бағдарламасында қайталағанымыздай математикалық диктант ретінде берілген, жазумен берілген. Соны біздер оқып, мұқият, өрнекті өзіміз құрып аламыз, шешуін өзіміз табамыз мәнін. 320 мың мен 120 мың сандарының қосындысына 540 мың санын қос дейді. Яғни 320 мен 120 сандарының қосындысына бірінші оны біздер жақшаға алып аламыз да, кейін жақшаның сыртынан 540 мың санын қосамыз. Осылай сіздер көшірмейсіздер, тек қана жауабын, өрнегін құрып, соның мәнін табасыздар. Мінекей тек қана осы 4 есепті орындап, әдемілеп дәптерге, жаңа дәптерге орындаймыз, бақылау жұмыс дәптерге. Сосын суретке түсіріп, окей, едоске жүктеңіздер. Сәттілік!